тоқпаншылық, сол жақ тоқпаншылық, оскомерус синистра жіктелісі бойынша ұзын түтікті немесе ұзын жілік сүйектер жатады. Кейбір оқулықтарда қуыс сүйектер деп те береді. Бұл барлық түтік сүйектерге ортақ негізгі үш бөлімі бар. Проксималды ұшы немесе проксималды эпифизі, эпифизис проксималис, дисталды ұшы немесе эпифизис дисталис, және денесі корпус немесе бұл жерде диафиз дейді. Проксималды эпифизінің құрылысына келетін болсақ, тоқпаншылықтың басы капут хумерус. Одан кейін міне ізі анық көрініп тұрған анатомиялық мойны коллум анатомикумда із жатады. Әрі қарай алдыңғы бетінде көрінетіні үлкен және кіші төмпектері туберкулум майор эт минор. Олардың қырқасы криста туберкулум майор эт минор кетеді төмен қарай. Ал олардың арасында sulcus intertubercularis төмпек аралық жүлгесі болады. Осыдан кейін тоқпаншылыкте диафизбен бөліп тұратын хирургиялық мойна коллум хирургикум. Тоқпаншылық жиі осы хирургиялық мойнан сынады. Дисталды ұшының құрылысы эпифизис дисталис. Бұл алдыға қарай иілген, өте ірі келетін тоқпаншылықтың айдаршығы кондулус гумери деп айтылады. Одан екі жағында өте ірі келген айдаршық үсті эпикондулус медиалис эт эпикондулус латералис деп ажыратамыз. Дисталды ұшының төменгі жағында медиалды орналасқан шынтақ жіліктің шығыр тілігімен буындасатын трохлі тоқпаншылықтың шығыры, ал одан латералды капитулум гумери, яғни айдаршықтың басы. Бұл жерде ол кәржілік шыбығымен буындасады. Медиалды айдаршық үстінің артында анық көрінетін нервус ульнаристің жүлгесі sulcus nervus ulnaris анықталады. Ал трохленің артқы жағында олекрана шынтақтық өзіндіге сәйкес келетін фоссолекрана, ал оның артында фосса короноидия анықталады. Ал капитулум гумеридің алдының жоғарғы жағында фосса радиата анықталады. Диафизіне келетін болсақ, жоғарғы жағы цилиндрлі келген, ал төменгі жағы үш қырлы келген. Медиалды латералды қыры алдыңғы қыры арқылы үш беті ажыратылады. Артқы жағында тоқпаншылықтың нервус радиалис өтетін sulcus nervi radialis спираль тәрізді орналасқан. Ал латералды жағында muscus deltoideus бекитін тубероситас делтоидияны ажыратады.